Har халықтың өзіне тән салт дәстүрлері, үрп-әдетлері болады. Олар сол халықтың жасау тәрізінде, тұрмыс қалпында анық көрініп тұрады. Аналар өз перзентлерін жас бала кездерінен баслап тұрмысқа даярлайды. Оларға ауру сырқаудан, жаман көздерден аман жүруі үшін пәрмана болады. Шаңарақта туылған ұл балаға қарын шашынан баслап айдар қойылады. Айдар бұл ер баланың ертеңгі күні, ер жүрек, мәрт палуан, жігіт болып жетісуінің тымсалы деп түсініледі халықта. Айдар баланың анасы, ямаса ажапалар таманынан жуып таралып күтіледі. 7 жасқа толғанда айдары алынып, оған арнап той беріледі. Қыз балаларға қойылған тұлымшақ қыздың туылғанынан баслап қастерлеп сақланған. Әлпешлеп тәрбияланған қыз атына лайық арнамыз тымсал болып табылады. Қарғалпақ қызларының тұрмысқа шыққан-шықпағандығы ұсы тұлымшағы арқалы дәрхал көзге тасланады. Қызлар өз апа сіңлілері, сырлас құрдаслары менен бірге бір-бірінің тұлымшағын өрісіп, бір-біріне жарысып сән түзеп, бой жете баслайды. Анасы алдында ибеніп қарап, атасын көргенде тұрдым албырап. Bir Dilbardın tulumşağı salbırap, kız bolğan жайлары yadıma düştü. Şairlarımız kızlarımыздың tulumşağın, şaşpauların tərplep, qo'shiqlar жазған. Babalarga sensaq, dastur saltın uğunsaq, uldun көркі aydardır, kızdın көркі tulumşaq. Tağıp gavhar zerінен жылан өрім өрлер, har dalına jip baylap, әшек көй pardoz görler. Kızlar, buradasınız ki mı? Babalarga sıyınsak destur saltın uğunsak, uldun körkü aydardır, kızdın körkü tulumşak. Şaşının her talından anlatılar meni bari. Kırgınan şıksa kız bala karın şaşı alınar. Yer jetip top ayırar, baska barar şayı var. Nesibeli bir jigit tulumşak zulpün kayırar. Sırı destürey saltımның, kıyğımınday altının tulumşak koygan kızının. Destürü var, Hay ana şapamın şaşına qara, son tulumşağına qara, menam sonday qilib ko'raman.
Men onları koymayın. Şey zaman. Vay vay. Da, Kız bala Камалга келген соң, оны тұрмысқа таярлайды. Қызлар өз тойына атап, шымылдық түзетеді. Белгіленген той күні жетіп келгенде, қыз жеңгелері оны ұзатуға таярлайды. Kız жеңгесі бекешінің тұлымшағын қайрады. Болашақ келіншек өзінің қыз дәураны һәм тұлымшағымен қошласады. Ол келін болып түсті. Келіншек өзінің қыз дәуранын естеп тұру үшін кішкене бекешінің тұлымшағын тәрбиелайды. Осылайша қыз саны болған тұлымшақ өз өнерін, дәстүрін дауам етіп кете береді. Жылдар бойы әлпешленген тұлымшақ иесі енді жас жаңғарақтың иесі болды. Алдында айдын келешек, тұрмыс кызары тұр.